Сәлеметсің бе, құрметті оқушым? 116 сабақтың тақырыбы есептер шығару. Бұл сабақта сен өткен сабақтарда осы монеталар мен есептеулерге байланысты барлық алған біліміңді тексеретін боласың. Бірінші тапсырмаға қарай ғой. Суретке қарай отырып, тапсырманың берілгенін мұқият оқып ал алдымен. Балалар 10 адамға дастархан жайды. Қанша ас үй құралы жетпей тұр. Алдымен дастарханға назар аудар. Ас үй құралдарына не жататынын білесің. Ас үй құралдарына тәрелке, кесе, қасық, тағысын тағылар жатады, иә. Енді осы дастарханға қарай отырып, қандай ас үй құралы жетпейтінін және қанша жетпейтінін қарау керекпіз. Дастархан 10 адамға жайылғанын ұмытпа. Ендеше дастарханнан нені көріп тұрмыз? Әрине, кеселерді, я, кружка, қазақша біз кесе деп айтамыз. Кесе. Кесенің саны қанша? Санай ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кесенің саны түгел екен, 10 адамға жетеді. Енді тәрелкені санап көрейік. Тәрелкенің саны қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тәрелкенің саны 8 екен. Яғни 2 адамға тәрелке жетпей тұр, байқап отырсаң. Енді қасықтарды санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Қасықтың саны 7 екен. Енді айта ғой. 10 адамға дастархан жайылған болса, қанша тәрелке жетіспейді? Дұрыс. 10-нан 8 азайтамыз, 2-ге тең. Яғни, мұндағы 2 адамға тәрелке жетіспейді. Ал енді қасықтардың саны 7 екенін ескерсек, 10 адамдық дастарханда неше қасық жетіспейді? Ол үшін 10-нан 7-ні азайтасың. Дұрыс. 3 қасық жетіспейді. Мұнда 1 қасық, мұнда 1 қасық, және өзің байқап отырған боларсың, мұна орта жақта тағы 1 қасық жетіспейді. Енді біз төменде сызбаларды көріп тұрмыз, иә? Осы сызбаларды көріп тұрған болсаң, осы 3 сызбаға есеп құрастыруымыз керек. Онда біз қандай мәліметтерді қолданамыз? Мұнау берілген мәліметтерді қолдана отырып, есеп құрастырамыз. Сонымен ең бірінші сызбаға назар аудар. Бұл жерде бірінші дерек белгілі, екіншісі белгісіз, бірақ біріншісінен артық дейді. Демек біз бірінші жолға қай зат кем, соны жазамыз. Артық деген жерге ол көп деген мағынаны білдіреді. Қай зат көп, соны жазамыз. Ендеше жазайық. Бізде не аз? Кез келген тәрелке немесе қасықты жазсақ болады. Мысалы, алайық, тәрелке деп алайық. Тәрелкенің саны белгілі деп тұр. Тәрелке қанша еді? 8. Енді не артық, не көп бізде? Дұрыс, кесенің саны көп. Ендеше жазамыз. Кесе, мұнда сұрақ деп тұр. Белгісіз, бірақ тәрелкеден қаншаға артық? Тәрелке 8 болса, жаңа біз айттық, 2-ге артық. 2-ге артық. Неден? Тәрелкеден. Нені табу керекпіз? Сұраққа назар аудар. Біз кесенің санын табу керекпіз. Ендеше есептің шешуін жазайық. Тәрелке 8, кесе белгісіз, бірақ одан 2-ге артық. 2-ге көп деп тұр. Демек, біз артық болған жағдайда қосу амалын пайдаланамыз, егер біреу белгісіз болса. 8 мен 2-нің қосындысы 10-ға тең. Демек, кесенің саны қанша? Кесе 10. Міне бірінші сызбаға есепті шығардық. Бұл бірінші сызбаға. Енді екінші сызбаға. Назар аудар. Екінші сызба осыған кері есеп. Себебі мұнда. Енді
қанша кем екенін, яғни кем заттың санын табу керекпіз. Ол үшін бірінші жолдағы зат белгілі болып тұр. Онда біз артық затты жазамыз керісінше. Енді не артық екеніне назар аудар. Тәрелке ме, кесе ме? Әрине, кесенің саны артық. Енді кесе 10 деп оны белгілі ретінде жазамыз. Ненің саны кем? Дұрыс, тәрелкенің саны кем. Тәрелке белгісіз, бірақ қаншаға кем, егер ол 8 болса? Иә, 2-ге кем. Неден? Кеседен. Нені табу керекпіз? Сұрақ тұрған жерге назар аудар, тәрелкенің санын табу керекпіз. Шешуі. Егер де деректердің бірі белгісіз болатын болса, және кем деген жазу болса, біз не істейміз? Кемейді сан азайту амалын пайдаланамыз. 10-нан 2-ні азайтамыз. 10 мен 2-ның айырмасы 8-ге тең. Бізден есептен нені сұрады? Тәрелкенің санын сұрады. Демек жауабына жазамыз. Тәрелке 8. Келесі. Үшінші сызбаға назар аудар. Үшінші сызбада енді кесенің де, тәрелкенің де саны белгілі дейді. Мұнда сұрақты өзің өзгерт деп тұр. Ендеше қысқаша жазылуын жазайық. Кесенің саны белгілі 10, тәрелкенің саны да белгілі 8. Сұрақ. Мұнда сұрақты өзіміз артық немесе кем деп қойымызға болады. Мысалы, кем деп қоятын болсақ, екеуінің қайсысы кем, тәрелке ме, кесе ме, соған назар аударасың. Әрине, тәрелке кем. Демек, тәрелке кеседен қанша кем деп жазасың. Енді бұл жерде ережені еске түсіресің. Егерде деректердің екеуі де белгілі болса, олардың бірінен бірі қаншаға артық немесе қаншаға кем екенін білу үшін үлкен саннан кіші санды азайтасың. 10 мен 8-дің айырмасы 2-ге тең. Демек, тәрелке кеседен 2-ге кем. Ал кесе керісінше тәрелкеден 2-ге артық. Міне, осылай бірінші тапсырманы орындап шығасың. Келесі 113-ші бетті аша қой. 113-ші беттегі екінші тапсырмаға назар аудар. Екінші тапсырманы, жалпы кез келген тапсырманы орындамас бұрын алдымен берілгенін мұқият оқып алу керек. Түсінбеген жағдайда түсінгенге дейін бірнеше рет қайтара оқу керек. Сонда ғана тапсырма дұрыс, қатесіз орындалады. Ендеше оқиық. Азық түліктердің бағасын ең қымбатынан бастап, ең арзанына қарай жаз дейді. Алдымен қазір біз осыны орындаймыз. Ең қымбатынан бастаймыз, және ең соңғы арзанына дейін тізбектеп жазып шығамыз. Мен мұнда есепті өшіремін, өйткені маған басқа есепті жазу керек. Бұл тапсырманы түсіндің деп ойлаймын. Екінші тапсырма. Жазып шығайық. Қарайық, мұнда әртүрлі азық түлік берілген. Суреттерге қарай отырып, атайық. Ең қымбат зат қайсы? Әрине, нан, батон. Оның құны 100 теңге тұрады. Енді осы ең қымбатынан бастап біз кері азайтып жаза береміз. 100-ден кем сан 90. 90-нан кем сан суреттерге қараймыз. 70. 70-тен кем сан 50. 50-ден кем сан 30. Және 30-дан кем сан 10 теңге. Міне жазып шықтық. Енді ары қарай бізге былай дейді. Белгісіз, мына затқа қарағанда осы зат қаншаға қымбат екенін анықтау қажет болатын есеп құрастыр дейді. Яғни біз бір арзан затты, бір қымбат затты таңдауымыз керек. Және оған есеп құрастыруымыз керек. Мына сызбаға сәйкес біз
бір заттың екінші заттан қаншаға қымбат екенін табуға болатын есеп құрастыруымыз керек. Ол үшін біз екі затты таңдаймыз. Жоғары жағына біз арзан затты таңдаймыз. Кез келген арзан затты. Мысалы, айталық қант. Қанттың бағасы қанша? 50 теңге. Енді мұнда қымбат деген жазу тұр, е? Демек біз оның тұсына қымбат затты жазамыз. Қанттан қымбат зат қайсы? Мысалға май. Май 90 теңге тұрады. Енді дәл жаңағы сызбада түсіндіргенімдей, е? Деректердің екеуі де белгісіз болатын болса, мұндағыдай, біз қанша артық кем екенін анықтау үшін үлкен саннан кіші санды азайтатынбыз. Бұнда да дәл солай. Қанша қымбат немесе арзан екенін білу үшін біз үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 90-нан 50-ді азайтамыз. 90 мен 50-дің айырмасы 40-қа тең. Демек, май қанттан 40 теңгеге қымбат деп жазамыз. Міне, екінші есепті де шығардық. Келесі тапсырма, үшінші тапсырма. Есепте досыңды тексер дейді. Бұл тапсырмада сен есептеу арқылы дәптерді алмастырып, досыңмен немесе үйдегі бауырыңмен дәптер алмастырып тексерсең болады. Ендеше кеттік. Есептеуді еске түсірейік. 10 мен 5-тің қосындысы 10 және 5. Мен айтып тұрғандай 15-ке тең. 18 мен 8-дің айырмасын табу үшін еске түсірейік. 18 ол 2 таңбалы сан. 8 ол 1 таңбалы сан. Сондықтан да біз 18 санындағы бір ондықты есептемей қоя тұрамыз. Біз алдымен бірліктерден бірліктерді азайтып аламыз. 8 мен 8-дің айырмасы 0-ге тең. Бізде бір ондығымыз бар, сондықтан да мәні 10-ға тең болады. Дәл солай 9 бірліктен 9 бірлікті азайтамыз, ондықты дәл сол күйінде жазамыз. 10-ға тең. 20 мен 2-нің айырмасын табу үшін қарай ғой, 20 ол 2 ондық, 10 және 10-ның қосындысы. Біз бір ондықты тұтастай сол күйінде есептемейміз. 10-нан 2-ні азайтамыз. 10 мен 2-нің айырмасы 8-ге тең екенін білесің. Демек, 20 мен 2-нің айырмасы 10 8-ге тең. Ары қарай, 15 пен 5-тің қосындысын табу үшін біз ондықты есептемейміз, бірлікке бірлікті қосамыз. 5 пен 5-тің қосындысы 10-ға тең. Және мұнда ойымызда тағы бір ондығымыз бар. 20 болады. 20 мен 8-дің мәнін табу үшін мына жердегі тәртіп бойынша есептейсің. 20-ның 2 ондық екенін ескере отырып, бір ондығынан 8-ді азайтасың. 10 мен 8-дің айырмасы 2-ге тең. Алдында тағы бір ондық бар, демек 10 2-ге тең. 14 пен 2-нің қосындысы өте оңай, бірліктерге бірліктерді қосамыз, 10 6-ға тең. 18 мен 6-ның айырмасын табу үшін бірліктен бірлікті азайтамыз, 10 2-ге тең. 19 мен 3-тің айырмасын табу үшін дәл солай бірліктен бірлікті азайтамыз, 10 6-ға тең. Міне үшінші тапсырманы осылай ауызша есептей отырып орындауға болады. Келесі тапсырма, төртінші тапсырма теңдеуді шешуге берілген екен. Ендеше 3 теңдеуді жазып қояйық. Бірінші теңдеу 18 бен x-тің айырмасы 8-ге тең. Екінші теңдеуіміз 60 пен x-тің қосындысы 100-ге тең деген теңдеу. Және үшінші теңдеуіміз x пен 20-ның айырмасы 40-қа тең деген сөз. Теңдеу. Енді анықтап алайық. Бізде бірінші теңдеуімізде азайтқыш белгісіз, екінші теңдеуде қосылғыш белгісіз, және үшінші теңдеуде азайғыш белгісіз. Ал енді есептейік. Бірінші теңдеуде азайтқыш белгісіз. Ережені еске түсірейік. Егер азайтқыш белгісіз болса, не істейтін едік? Ол үшін біз азайғыштан
айырманың мәнін азайтамыз. 18-ден 8-ді азайтамыз. Есептейік. 18 бен 8-дің айырмасы нешеге тең? 18-ден 8-ді азайтсақ, мәні 10-ға тең. Тексереміз. Тексерген уақытта біз енді x-тің мәні 10-ға тең болды ғой. Мына x-тің орнына 10-ды жазамыз. 18-ді дәл солай жаздық. 18 x-тің орнында 10 шықты. Көшіріп шықтық. 18-ден 10-ды азайтқанда мәні 8-ге тең. Мұнда 8, мұнда 8. Екеуі тең. Теңдеу дұрыс шықты. Келесі. Екінші теңдеуде бізде қосылғыш белгісіз. Ережені есіңе түсір. Егер қосылғыштардың біреуі белгісіз болатын болса, біз қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. Яғни 100-ден 60-ты азайтамыз. Мәнін төменге жазамыз. 100-ден 60-ты азайтсақ, мәні 40-қа тең. Тексереміз. Мына жоғарыдағы теңдеудің берілген, мұнда көшіреміз. Бірақ енді x-тің мәніне мына табылған 40-ты қоясың. 60 қосу 40 тең 100. 100 бен 100 тең. Міне, келесі. Үшінші теңдеуде азайғыш белгісіз. Азайғыш белгісіз болғанда, біз азайтқышқа айырманың мәнін қосамыз. Неге? Өйткені біз үнемі мына екі саннан да үлкен саннан азайтамыз. Үнемі біз үлкен саннан ғана азайтамыз, кіші саннан азайтпаймыз. Сондықтан да екі саннан да үлкен сан шығу үшін біз мұнда екі санды қосамыз. X тең 20-ға азайтқышқа айырманың мәнін қосамыз. 20 мен 40-тың қосындысы 60-қа тең. Тексереміз. Теңдеудің дәл берілген мұнда көшіреміз, бірақ x-тің орнында 60 шықты ғой. Оның орнына біз 60-ты жазамыз. 60 азайту 20 тең 40. 40 тең 40. Әрине дәптерге жазу барысында мынандай артық сызбалар болмау керек. Мен мұны оқушым саған түсінікті болу үшін сызып отырмын. Бірақ дәптерге жазған уақытта біз бұл артық түсіндірме сызбаларды қоймаймыз. Біз тек қана теңдеуді ережеге сүйене отырып шығарамыз. Мына сызбаның барлығы артық. Міне теңдеуді де шештік. Енді соңғы тапсырма, 5-ші тапсырмаға қарайық. Шырындар мен нан өнімдерін таңдаудың қанша нұсқасы бар? Сатып алынған тауардың құны қанша? Бұл кешегі біздің жұмыс дәптерінде берілген тапсырма дәл сондай. Бұны сен білесің деп ойлаймын. Шырындар мен нан өнімдерін таңдаудың қанша нұсқасы бар? Біз шырынды сок дейміз, я? Тәтті тоқашпен де, тәтті круассанмен де, бәлішпен де іше аламыз. Сондықтан бұл жерде 3 нұсқасы шықты. Енді мұнда кола тұр, өзіміздің білетін. Оны біз дәл солай тәтті тоқашпен де, круассанмен де, бәлішпен де жей аламыз. Бұл жерде тағы да 3 нұсқасы тұр. Яғни шырындар мен нан өнімдерін әртүрлі етіп таңдау арқылы біз 6 нұсқаны қарастыра аламыз. Енді есептейік. 20 теңгелік шырын мен 20 теңгелік тәтті тоқашты алатын болсақ, біз қанша теңге төлейміз? Шырын 20 теңге, тәтті тоқаш 20 теңге тұрады. Екеуін қосамыз бағасын. Сонда біз 40 теңге төлейміз. Келесі. Шырын мен енді круассанды сатып алатын болсақ, біз екеуіне қанша теңге төлейміз? 20 және 30 теңгені ескере отырып, екеуін қосатын болсақ, біз оларға 50 теңге төлейміз. Келесі. Осы шырын мен енді біз бәлішті алатын болсақ, екеуінің бағасын қосамыз. Сонда біз екеуіне 70 теңге төлейміз. Дәл осылай төмендегі кола мен тәтті тоқашты алатын болсақ, кола бұл жерде қанша теңге тұрады? Мына жерде менде көрінбей тұр, 10 теңге сияқты. 10 мен 20-ның қосындысы 30 теңге төлейміз. Келесі, кола мен круассанды алатын болса, 10-ға 30-ды қосамыз, 40 теңге төлейміз. Ал егер де біз кола мен бәлішті пирожкиді алатын болсақ, онда 10-ға 50-ді қосамыз да 60 теңге төлейміз. Міне оқулықта берілген тапсырмалар барлығы түгелдей орындалды. Енді жұмыс дәптерін аша қой.
жұмыс дәптеріндегі 19 бетті ашқан болсан, 116 сабаққа барлығы әдеттегідей 2 тапсырма берілген. Біріншісі мәтіндік есепке байланысты, екіншісі өрнектердің мәнін табуға байланысты. Ендеше бірінші тапсырмаға қарай қой. Қысқаша жазылуының бірі бойынша есеп құрастырып, оны шығар дейді. Қайталап айтамын, қысқаша жазылуының біреуі ғана дейді. Мұнда 3 есептің қысқаша жазылуы берілген. Сен өзіңе ыңғайлы бір сызбаны таңдайсың. Кез келген бір сызбаны. Мысалы, мен мына сызба, 3-ші сызбаны таңдаймын. Және оны деректермен толтырамын да, есептің шешуі мен жауабын табамын. Мұнда кез келген деректермен сызбаны толтырамын. Мысалы, біздің тапсырмамыздың барлығы монеталарға, азық-түліктерге байланысты ғой. Сондықтан да кез келген 2 азық-түлікті жазайын. Мысалы, алма. Алма 50 теңге тұрады. Алмұрт 60 теңге тұрады. Есептің сұрағы мынадай. Қайсысы артық? Алмұрт па, алма ма? Алмұрт артық. Демек, алмұрт алмадан қанша артық деген сұрақ қойып тұр мұнда. Дәл жаңағындай, деректер екеуде деректердің белгілі болып, бірінің екіншісінен қанша артық немесе қанша кем екенін сұрап тұрса есепте, біз үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 60 пен 50-дің айырмасы 10-ға тең. Сұраққа жауап береміз. Алмұрт алмадан 10 теңгеге дейік артық. Міне, есепті шығардық. Бұл жерде сен 2 сызбаны толтырмайсың, өйткені есептің берілгенде өзі қысқаша жазылудың біреуін таңдап, сол бойынша есеп құрастыр деп тұр. Келесі 2-ші тапсырмада ауызша есептейміз. 10 мен 6-ның қосындысы 16-ға тең. 18 бен 7-ның айырмасы 8-ден 7-ні азайтамыз, 1-ге тең. 20 мен 9-ның айырмасы 10-ды сол күйі қалдырамыз, 10-нан 9-ды азайтқанда 1. 1-ге тең. 20 мен 7-ның айырмасы дәл осы тәртіппен есептейсің, 3-ке тең. 15 пен 4-тің қосындысы 19-ға тең. 20 мен 5-тің айырмасы 15-ке тең. 14 пен 3-тің қосындысы 17-ге тең. 18 пен 2-ның айырмасы 16-ға тең. 19 мен 6-ның айырмасы 13-ке тең. Міне, жұмыс дәптерінде берілген тапсырманы да аяқтадық. Келесі сабақта кездескенше сау бола ғой.